құрметті конференцияға қатысушылар, қадірменді зиялы қауым, құрметті қонақтар. Біз енді үлкен тарихи оқиғаның үстінде отырмыз. Биылғы жыл еліміз үшін, жаңа Қазақстан үшін, жаңа ел беретін жаңа уақыт, жаңа кезең болып отыр. Бұл кезеңді әрине біз кеше бүгіннен бастап жоқпыз. Бұл кезең біз қалай халық болып ұйысып, мемлекет болып қалыптастық, сол уақыттан бері бастап келе жатқан өмірдің қилы-қилы жолдарынан өткен кезең деп есептейміз. Ал бүгін құрметті зиялы қауым, жастар, құрметті онлайн форматта қатысып отырған зиялы қауым өкілдері, Мұхтар Әуезов атындағы университеттің базасында осы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің биылғы жылы мерейтойы 125 жылдығына арналған конференцияға университетімізге жалпы қош келдіңіздер деп сөз бастаймын. Мұхтар Әуезов бұл Абайдың жарқын бейнесінің өзін Абай жолы роман эпопеясы арқылы өшпестей етіп, уақыттың жадында жазып кетті. Сонымен бірге Мұхтар Омарханұлы абайтану ғылымының іргетасын тозбастай етіп қалан кетті. Қанша уақыт өтсе де, мінекей, бүгін қазақ елі, қазақ мемлекеті, қазақ тарихы Мұхтар менен, Мұхтар арқылы Абай менен дүние жүзі танысты. Бұл әрине хақ фәлсафа. Ал енді өздеріңізге жақсы белгілі, осы қазақ әдебиеті менен әдебиеттанудың шамшырағы іспеттес зор рухани мәдени локомотивке айналып отырған әрине Мұхтар Әуезовтің бірнеше шығармалары, оны өте жақсы білесіздер. Қараш-қараш оқиғасы, қилы заман, оқыған азамат, жетім, ескілік көлеңкесінде, қорғансыздың күні, осы сияқты ұлттық кодымыздың мызғымас рухына айналған осындай еңбектерді біздің жастар танысып жатыр деп ойлаймыз. Ал енді дүниені дүр сілкіндірген Абай жолы романы эпопеясы бәрімізге тың емес, соны көзқарастар арқылы қалыптасып отыр. Бүгін біз 1998 жылдан бастап біздің университетіміз Әуезовтің атын алып жүр. Міне табаны 24 жыл толып отыр. Осындай мерейтойға арналған үлкен зиялылардың бас қосқан жеріндегі конференцияда біз тағы да бір рет Әуезовтің бейнесі, Әуезовтың тарихи тұлғасы, Әуезовты тек қана жазушы, драматург, немесе заңғар жазушы ретінде емес, қоғам қайраткері ретінде танысақ па деп бүгінгі бас қосуды бастап отырмыз. Сондықтан да осы Әуезовтің есімін иеленіп отырған Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қазіргі таңдағы ғалымдары, жастары сіздерді тағы да бір рет қош келдіңіздер. Енді біз бір-екі ғана нәрсе айтып өткім келіп отыр. Жаңа ғана айттым, Әуезовтің есімін алып жүргеннен кейін, осыдан бірнеше жыл бұрын біздің университетіміздің 75 жылдығында біз Мұхтартану ғылыми зерттеу орталығын ашқан болатынбыз. Ол орталыққа Мұрат Әуезов ағамыздың да өзі келіп, және Диар Қонаев ағамызбенен бізге бірге тойлап, осы ғылыми зерттеу орталықты ашуға мұрындық болды, идея тастады. Бүгінгі күні осы орталық не жасап жатыр? Осы ғалымдардың жұмысының нәтижесінде Абай ұрпақтарының есімі, қайтыс болған мерзіміне, жерленген орындары көрсетілген ерекше мемориалды тақтаның табылғанын мен қазір осы мінбеден сүйіншілеп айтқым келіп отыр. Бұл мәрмәр-таста Абайдың жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек, басқан із, көрген қызық артта қалмақ, бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек деген өлеңімен қоса, Абай Құнанбаевтың Шымкент қаласында жерленген Үрімжідағы орысша мәтінде жазылған «Родственники Абая Кунанбаева, похороненные в городе Шымкенте» деп, оған қоса 4 адамның есімі қай жылы, қай жерде жерленгендігі туралы қазақ орыс тілдерінде қашап жазылған. Олар Фрағұл Абайұлы, Әйгерімнен туған, 1934 жылы, Химфарм заводы аймағы, келіндері Дәмежан Микаилдің әйелі 1960 жылы Шұқырсайда,
Камалия Әубәкірдің әйелі 1962 жылы Қасқа зиратында, ал немересі Әубәкір Ақырбайдың ұлы 1933 жылы Көксайда жерленген. Міне, мәрмәр тастағы мәтін осылай өрілген. Мемориалды тақта 30 жылға жуық химфармданудың арнайы бөлімінде өте ұқыпты сақталып келген екен. Біз осыны жәдігер ретінде бүгін Мұхтартану ғылыми орталығының төрінен орын тауып отыр. Қазіргі таңда университетіміздің ғалымдары, докторанттары құнды жәдігерді жан-жақты зерттеумен айналысып жүр. Міне, біздің осы орталық қызметкерлері қайтадан қарастыра отырып, осы сақталған мәрмәр тастың ізімен жүре отырып, қазіргі таңда бірнеше монографиялық еңбектерді осы күз айына дайындауға бел бұрып отыр. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз біздің сан ғасырлар бойы қилы заманда әртүрлі өзгерістерге ұшырап келген тарихымыздың бір бетін болсақ та жұрнақтап жазуға біздің ғалымдардың бет бұрғанын көрсетсе керек. Сонымен бірге қазақ тілінде Шағатай тілінен транскрипцияға аударылып, Абайдың 40 қара сөзіндегі 40-шы қара сөзі кітап тәсіп еңбегі ретінде қайта шығарылып отыр. Құрметті әріптестер, биылғы мерейтойдың құрметіне орай Мұхтартану орталығы Әуезовтің оңтүстікке сапары атты ғылыми басылымды да жарыққа шығарып отыр. Біз бүгінгі конференцияға осындай ірі ғылыми жаңалықтарымызды келгенімізді сіздермен сүйіншілеп бөлісуге рұқсат етіңіздер. Ал енді қадірменді зиялы қауым, құрметті қонақтар, дәл бүгін біздің университетте Әуезов оқулары 2022 халықаралық жылғы конференциясы өз жұмысын бастағалы отыр. Сіздердің аттарыңыздан осы конференцияға сәттілік тілей отырып, енді алғашқы құттықтау сөзді онлайн форматта қатысып отырған біздің біраз ғалымдарымыз бар. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас директоры, филология ғылымдарының докторы, профессоры, Қазақ Республикасының ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Матыржанов Кенжехан Ислямжалұлына бергенді жөн көрдік. Сөз кезегі өзіңізде. Құттықтау сөзіңізді жалғастырсаңыз болады. Рахмет, Едібек қызы. Құрметті оңтүстіктің жұртшылығы, сіздерде бүгінгі мынау Әуезов оқулары менен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының атынан Мұқаңның өзі қызмет еткен, өзінің табанының ізі қолының табы қалған институттың атынан баршаңызды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі Әуезов оқуларының аты Мұхтар Әуезов мұрасы ұлт қазынасы деп аталған атауының өзі дағы үлкен жұртшылыққа ой салатын дүние екендігін ашып айтқан дұрыс. Сондықтан дағы мынау Мұхтар Әуезовтың атын иеленіп отырған Оңтүстік университеті менен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты осы дәрежеге қызып келгеннен бастап біз белсенді түрде, ынтымақты түрде жаңа бір жұмыстардың бетін ашып жатқан сияқтымыз. Сондықтан дағы бүгінгі мынау Әуезов оқулары Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойы қарсаңында тағы бір Әуезовтің мұрасына байланысты жаңа парақтардың бетін ашады деген сенімдеміз. Әрине, осы уақытқа дейін де істелген шаруалар көп, Әуезов шығармашылығына байланысты істелетін шаруалар одан көп. Сондықтан дағы мынау оңтүстік Қазақстан Әуезов атындағы университетінің қазіргі жағдайда Әуезовтың оңтүстікке қатысты сапарларына байланысты, ол кісінің шығармашылығындағы шығармашылық оңтүстік өңіріменен, Түркістан өңіріменен ерекше байланысын ашып көрсететін жаңа материалдар жарық көріп жатыр. Жаңа ректордың сөзінен көп дүниелердің қазірдің өзіндегі жұртшылықтың кәдесіне жарап жатқан шараларды көріп отырмыз. Сонымен қоса биылғы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойы қарсаңында дағы осы аяда үлкен шаруалар атқарылады ғой деген ойдамыз. Бүгінгі сіздер өткізіп отырған Әуезов оқулары атты конференция осының алғашқы бір шаралары. Осыған сіздер алғашқы болып атсалысып отырсыздар. Осының өзі дағы оңтүстік жұртшылығының Әуезов шығармашылығына ерекше ықыласты екендігін ашып көрсетуге болады. Сондықтан дағы бүгінгі конференцияның
жұмысына сәттілік тілей отырып, Мұхтар Әуезовтің мұражайының атына, Мұхтар Әуезовтің атындағы әдебиет және өнер институтының атына, Мұхтар Әуезов өзі басқарып, өзі жетекшілік еткен Әуезов институтының жанындағы фольклор тану бөлімінің атынан баршаңызды тағы да құттықтаймыз. Әрине мәселен, жаңағы айтып отырған Әуезовтің оңтүстікке сапарына байланысты әлі дағы ашылмаған көп дүниелер бар. Осыны кеңестік дәуірде бұл мәселеге онша көп көңіл бөлінген емес. Соған байланысты қазір Әуезов шығармашылығын жаңа әлемдік әдебиеттану тұрғысынан қайта қараудың кезегі келіп тұр. Әуезовтің халықаралық бедел биігінің өзін қайтадан жаңаша саралау кезеңі туып отыр. Осыған байланысты сіздердің университетпенен біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғалымдарының жасайтын шаруасы өте көп. Соның алғашқы бастамасы бүгінгі Әуезов оқуларында көрініс тауып отыр. Осыдан былай біз Әуезов атындағы екі ғылыми білімі орталық ретінде осы шараларға бірлесіп әлі де қалай шараларымызды атқарамыз деген төңіректе өткенде Дәрия Пендеміз өзіңізбен келісімшартқа қол қойғанбыз. Осы аяда істелетін шаруамыз өте көп. Сондықтан дағы сіздерге біз ерекше ризамыз. Осы Әуезов мерейтойы кезеңінде осындай шараларды бастап, атқарып, соған көшбасшы болып, мұрындық болып атқарып жатқандарыңызға. Енді өз кезегінде Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтындағы биыл үлкен шараларды жоспарлап отыр. Соның ішіндегі атқарылатын ең үлкен шара бұл Мұхтар Әуезовтің академиялық толық шығармалар жинағының 55 томдығын біз биыл электронды кітапханасымен жасақтаймыз деген. Шығармаларындағы жинағы біздің институттың сайтында электронды нұсқада болатын болады. Сонымен қоса білім және ғылым министрлігінің білім қаржыландыруымен ойдамыз. Сондықтан дағы осы мерейтойдың кезіндегі атқарылатын жақсы шаралардың басы қасында жүздесейік, аман болайық. Бүгінгі Мұхтар Әуезов оқушыларына сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Көп рахмет, құрметті Кенжехан Исламжанұлы. Расында да біз көпшілік білген дұрыс деп ойлаймыз. Қазір екі өнер институтыменен біздің университеттің арасында келісім шарт түзіліп, сол арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Бұл енді біздің конференциямыздың сол жұмыстардың бастамасы. Жаңа үлкен дүниелер айтылып өтті. Сол дүниелерге біздің де ғалымдарды кірісіп, бірге зерттеуге шақыратынымызды біз осы ойда айтқымыз келеді. Көп рахмет сізге. Ал енді құрметті зиялы қауым, біртуар жазушы Әуезовтің өмірінде Ташкент кезеңі деген үлкен орын алған болады. Осы туралы ғалым, Әуезов танушы, жазушы, Мұхтар танушы, Алаш танушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Тұрсын Құдагелдіұлы біздің осы онлайн конференциямызға қатысып отыр. Енді бұл кісі бір сөзінде айтып қалды, мен 16 жасымнан бастап Мұхтардың өмірі менен Әуезовтың зерттеуімен айналысып келемін деп. Олай болса, келесі құттықтау сөзді Тұрсын Құдагелдіұлына беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті оңтүстіктің зиялы ой иелері. Әрбір ұлы адамдардың өміріне қатысты айтулы үшін жастарды атап өту арқылы біз өзіміздің рухани тарихымыздың өткенін саралап, бүгінгісін талдап,
ертеңгісінде жол көрсете аламыз. Бұл шара әр ұлттың өз перзентіне ғана емес, сонымен бірге өзінің тарихына, руханиятына қасиетті негізде деген құрметі болып табылады. Сондай қазақ ұлтының портреті деп танылған Мұхтар Әуезовтің мүшел тойы ұлы оқиға. Әуезов арқылы біз қазақ халқының мыңдаған жылдық көшпелі өркениетінің, жүздеген жылдық ұлт азаттық көтерілісінің мәңгілік рухты абай тұлғасының ішкі жан дүниелерін сезіне отырып, өзіміздің ұлтымыздың өткені мен келешегін бағалай аламыз. Сондықтан да Әуезовтың мүшел тойын атап өту ұрпақтық перзенттік парыз ғана емес, сонымен бірге үлкен жауапты қасиетті міндет болып табылады. Шыңғыс Айтматовтың біз Абай жолы романы арқылы бүкіл исі түркі дүниесі, соның ішінде қазақ ұлты да өзінің мәдени дәрежесін әлемдік деңгейге көтерді. Біз қазір әлем мәдениетімен, ондағы ұлылардың рухымен, Абай жолы арқылы, Абай бейнесі арқылы тең дәрежеде сөйлесе аламыз. Бұл исі түркі халқының паспорты деген еді. Бүгінде осы сөз сол өзінің нәтижелі, нысаналы деген жеріне жетіп тұрған үлкен ұғым деп ойлаймын. Біз Абай жолы романы арқылы бүкіл исі түркі дүниесі, соның ішінде қазақ ұлты да өзінің мәдени дәрежесін әлемдік деңгейге көтерді. Біз қазір әлем мәдениетімен, ондағы ұлылардың рухымен, Абай жолы арқылы, Абай бейнесі арқылы тең дәрежеде сөйлесе аламыз. Бұл исі түркі халқының паспорты деген еді. Бүгінде осы сөз сол өзінің нәтижелі, нысаналы деген жеріне жетіп тұрған үлкен ұғым деп ойлаймын. Бүкіл өмірін 16 жасында Мұхтар Шыңы Әуезов, 16 жасында Абай Шыңы Мұхтар Шыңы деген шығарма арқылы республикалық оқушылардың конкурсында бас бәйге алып еді. Содан бергі өткен 50 жылғы ғұмырда осы Әуезовтен бір сәтке көз қиылды да алған жоқ, қаламымды да қағаздан көтерген жоқ. Менің Әуезов дүниесіне деген 50 жылдық зерттеу, бағамдау, іздестіру жұмыстарының нәтижесінен түйген кейбір жайларды сіздерге айта кеткім келеді. Соның алдында осы Әуезов әлеміне бойлап және таза ар ұятымен жауап беретіндей үлкен ұғымның басы бүгінгі сіздердің мәжілістеріңізге қатысып отырған ғұлама ғалым, менің ұстазым және еме еркін жүрген жазушылық әлемінен ғылымға бағыттап жүрген адамның бірі Мекемтас Мырзахметұлы. Содан кейін Мекеңнің қауғаулап қолғалауымен
және мекен Ләйлә Мұхтар өзіне сәлем беріп кіні шығайықшы деп ертіп барған бетте Ләйлә Мұхтар қызы орнынан атып тұрып, ол кісі орыс тілінде сөйлейді: если уважаешь духа Әуезова, не отказывайтесь в моей дружбе дейді. Амалсыз отыра кетті. Қарсы бір сөз айта берейін деп міне көз отырқуға мекемде сарымнан шығып барды. Еріксіз көнуге тура кетті. Кім Әуезовтың рухын аттап кетем деп айтады. Содан бергі 100 жылдық және ол кездегі ешқандай да бір қаражаттың артып келісі жоқ. 91 мен 97-нің арасы Әуезовтың 100 жылдығына күндесуге дайындық көреді. Бұзылып қалған Әуезовтың үйін күлтөбеден күмбез жасадық, мүлдем қайтадан тұрғыздық. 50 томдық академиялық басылым шықты. Менің алдымда жоспарланған, осы мекемтас ағамыз жоспарлап кеткен Әуезовтың өмірі мен шығармашылығының шежіресі 50 томдық академиялық басылым жүзеге асты. Сол күнгі берген Ләйлә Мұхтарованың алдындағы уәдемді мен толықтай ар ұятыммен ақтап шықтым деп есептеймін. Әуезовті қалпына келтірді, 50 томдық академиялық басылым шықты. Дүниежүзінің 42 елінен қонақтар келіп оларды қарсы алдық. Алайда сол бір қиын кездерде жүзеге асып, әлі де аспай қалған шаруалар бар еді. Осы 125 жылдықтың ойын кезінде сол мәселелер ойыма түсті. Бұның кейбір ой түйткілдерін айтқаныма толық қақым бар деп есептеймін. Біз тым жеңілдеп кеткен сияқтымыз. Әуезовтің 100 жылдығына орай қабылданған өкімет қаулысында негізінен орындалмай, шала орындалып қалған жерлер бар болады. Соның бірі Семейдегі Әуезов болған үй, Абай кітапханасы. Қазір ол үй бір татарға сатылып кетті көбесіне. 25 жыл болды. Осыларды қалпына келтіру керек. Егер де жерлер бар болады. Соның бірі Семейдегі Әуезов болған үй, Абай кітапханасы. Қазір ол үй бір татарға сатылып кетті көбесіне. 25 жыл болды. Осыларды қалпына келтіру керек. Егер де Абай болған үймен шаңырақты, Әуезов суреттеген Семейдің көне ғимараттарын біз сақтап қалмайтын болсақ, онда Абай, Әуезов, оның рухы Семейді тарихи қала жасаймыз деген сөздің барлығы жалаң ұран болып тұрады. Екінші, Мұхтар Әуезовтің мұражай үйі қайтадан жөндеу 25 жыл өтті. Осыдағы экспонаттарды жаңғырту, қайтадан анау жетілі архив сақтырады, оларды іске қосу керек. Енді бұдан кейін қағаз сарғайып шейіп бастамаса жасырмайды. Сондықтан да бұл сақтау бөлімінің, қосақтау бөлімінің жеке арнайы болған дұрыс еді. Көп рахмет, құрметті Тұрсын Құдайбергенұлы. Өте жақсы ойлар айттыңыз. Біз қазір мынау
конференцияның қорытындысы шығады, резолюциясы жазылады. Сол кезеңде бүгін сіз айтып отырған ойларды осы жолдап ойларды біз білеміз. Әуезовтің 125 жылдығына арналған үлкен мемлекеттік жұмысшы комиссиясы құралды. Ол комиссияның ішінде Кенжехан Исламжанұлы да бар, өзіңіз де барсыз, және біздің де университет бар. Сондықтан да біз көптеп көмектесіп, бұл жұмыстарды алға жылжыту үшін жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Көп рахмет. Құрметті конференцияға қатысушылар, енді мынау заңғар жазушы Әуезов 1929 жылы оңтүстік өңіріне жасаған сапарында дәл осы іргелі университетімізге ат басын тіреген екен. Бұл туралы ұлы жазушының жанында жүрген журналист Әділбай Омаров өзінің естелігінде былай деп жазған екен: сарыла жүріп, сарғая отырып, қатты шаршаса да, мұхаңның тыныс алып, тынығар түрі жоқ. Көп жүргісі, көп көргісі келеді де тұрады. Жұмыс көп, уақыт аз. Оңтүстік сапары аяқталды да, Шымкентте көріп үлгермеген ірі өндіріс орындарына бару бұл арман болды. Бүгін де қыдырыс. Бүгін Шымкент тоқыма комбинатын, жаңадан салынған бірақ құрылысы әлі аяқталмаған Шымкент цемент заводын аралады да, Қазақ химия технология институтының ескі корпусында болды. Ол қазіргі біздің корпусымыз деп аталады. Бұл кезеңдерде біздің университет химия технология институты деп аталатын. Күні бүгінге дейін осы ұлы есімдерге байланысты шығар. Ұлы академик өзіміздің Сүлейменов мырзаның да қосқан үлесі бар шығар. Күні бүгінге дейін халық ортасында бізді Әуезов атындағы университет дегеннен гөрі техникалық, химия технологиялық институт деп те атап жатады. Бұны айтудың себебі мынау жастар білсін деп айтып отырмыз. Сондықтан да Мұхтар Омарханұлы біздің университетке арнайы келген кезеңде бұл лекция оқыған екен, жастарымызбен кездескен екен, біздің университеттің тыныс тіршілігімен танысқан екен. Олай болса, құрметті әріптестер, ол кісі кезінде келіп бізге есік ашып жатса, біз бүгін сол кісінің мұрасын толық зерттейік деп, мынау мұхтартану ғылыми зерттеу орталығын ашқан еді. Қазір мен сөзді осы біздің университеттің ғалымы, филология ғылымдарының докторы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, көп жылдан бері осы абайтану мен мұхтартануға өзінің еңбегін, өмірін арнап жүрген, ілгері еңбектер жазған Мекемтас Мырзахметұлына бергім келіп отыр. Экранға назар аударайық. Шығармалары 90'dan болып шықты. Онда әйне көбі жазушының және ықыласынан туған шығармалар. Ал бір пьесалары, тағы басқалары советтік дәуірдің көрінісін берген. Ол енді бізде болмайтын болды. Бірақ сонда байқалатын нәрсе өзінің тақырыбына еркін барған кезде керемет ашылады да, аналарды кереңге баспайды. Әліміздің советтік дәуірдің мақтау саясатқа бейімдеулері болып жатады. Әбілдің өмірі өте күрделі, өте қиын өмір болды. Өйткені оны алашпен байланыстырды. Одан кейін нағыз Қазақстандағы ұлтшыл жазушылар барады. Бұл ұлтшыл емес, қазақ өзінің қазағын қатты сүйген, беріле сүйген халқының тұрмысын әр жағынан алып, суреттеп әлемге таныту керек еді. Сол арманына жетті. Өйткені оның Абайның айтылуына пьеса. Абайдың өмірбаяны Шымкенттен көрініс тапқан Абай жолында. Және ол өте көркем қайырында қарасында төгіліп отырады. Бірінші, екінші томын өзі қолына жазған. Оны бар. Ал қалған екеуін оны саяси жағдайға басты. Онда жүрген кезде
диктоп жазып жүрген. Диктоп жазған кезде ол көрініп тұрып тұрады. Соның өзінде де бұны батыс әдебиеттің мықты танитын әуезовті таныды және 20-шы ғасырдың ұлы жазушы деп тапқаны жай нәрсе емес. Қазақ деген ұлы халық. Бірақ советтік дәуірде онға жанды патшалық өмірде көп қуғын көрген, өз жерінен айырылған, болыстық системаның елінде болыстық системаны алып келген, ол система бастан аяқ жаңағы сексуализміне байланысты анау батыс губернаторы жазады Спиранский далада сексеуіл дейтін ағаш өсіреді Қазақстанда. Оны темірмен ұрсан жарылмайды, басқа бой өрілмейді. Ал сексеуілге ұрсан точно шығады екен. Осы әдістің әлемдік деңгей. Енді құрметті әріптестер, бүгін мына конференцияға қатысушылар 90-нан асқан жасы бар біздің ғалымымыз, ол кісінің айтатын ойы мына жерде жазылған екен, яғни қазақ даласының біртұтастығы туралы. Мұхтар Әуезовтің еңбегіндегі осы қазақтың рухын көтеретін, қазір мынау абай дамудың жаңағы томдығы шықты академиялық университеттің өзінің тікелей ұйымдастыруменен. Сондықтан да осы жұмыстарды айта отырып, біз мекемтан ағамызға денсаулықпенен, дені сау болсын, жасына жас қосыла берсін деген тілегімізді білдіріп қояйық. Олай болса, келесі құттықтау сөзді ұлы жазушының ұрпағы, филология ғылымдарының кандидаты, Әуезов мемориалдық мұражай үйінің директоры Диар Асқарұлына бергіміз келіп отыр. Уважаемый Диар Аскарович, вы на линии, пожалуйста, вам слово предоставляется. Дарья Пернешевна, көп рахмет сізге. Құрметті қауым, қадірлі әріптестер, бүгін біз оңтүстік өңірінің шырайлы шаһары Шымкент қаласында халқымыздың ұлы перзенті, даңқты жазушы, ғұлама ғалым Мұхтар Әуезовке арналған халықаралық ғылыми конференцияға жиналып отырмыз. Мен осы сәтте ұлы жазушының ұрпақтары, туған туыстары атынан, оқырмандар атынан сіздерге олардың жалынды сәлемін, ыстық ықыласын, шын жүректен шыққан шексіз алғысын айтамын. Мұхтар Әуезов өзінің көп айлары мен күндерін Шымкент жерінде өткізді. Оның халқына деген ыстық пейілі, жарқын сүйіспеншілігі мен жүрегінен шыққан шынайы сезімдері жазушының алтын қаламынан көркем шығарма болып өрілді. Ұлы жазушы Шымкент өңіріне келіп қана кеткен жоқ. Сөзбен мұнаралы ескерткішін университет алдында тұрғызды. Мәңгілік өшпейтін ұлы қаламынан туған махаббат ескерткіш тарихында алтын әріптермен жазылған. Жазушы өз халқын әрдайым мақтаныш етті. Оның әрбір өнерін махаббатпен ата-ана досындай бағалап сүйген болса, соған орай халықта соншалықты жақсы көрген перзенттің ұлықтап, қадірлі даңқы ұлдарының қатарында биік тұғырға көтере білді. Шымкент тұрғындары Мұхтар Әуезовті еске әрдайым түсіріп қадірледі. Оның атымен мектеп, жоғарғы оқу орнын атады. Шығармаларын сүйіп оқыды. Біз сөздерде лайықты құрметтеріңіз үшін мақтаныш етеміз. Ал бүгінгі Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына арналған халықаралық конференция өңір халқының өз перзентіне деген жаңа сыйы, жазғы күннің өткірде жарық сәулесіндей жылуға толы, ешқашан көміске тартпай, жарқырап тұра беретін жақсылық пен ізгіліктің белгісі деп білеміз.
Туған халқы барда ұлы адамдар ешқашан ұмытылмайды. Олардың жарқын еңбегі ұрпақ жүргенде мәңгі сақталады. Сол мәңгіліктің қас-қағым сәтінде осындай мәдени үлкен оқиғаның куәгері болған барша қауымға жүздеріңіз жарқын, ұрпақтарыңыз өсе берсін, еңбектеріңіз жемісті болсын деп тілеймін. Мерейтой салтанатты құтты болсын, халқымыздың даңқы мен ұлы істер жолындағы береке-бірлігі арта берсін. Жақсы мына лебіздеріңізге. Біз енді айта кетейін, сөздің барысында бізде Әуезов тобы бар. Филология факультетінің жақсы оқитын бір тобын Әуезовшілер тобы деп қойғанбыз. Балалар мұны мойындарына жаңағы несін тағып, шарықтарын тағып, осында қатысып отыр екен. Біз енді болашақта осы Әуезов тобын Диар Асқарұлы өзіңіздің мұражайыңызға жібереміз деп отырмыз. Бұлар бір салтанатты түрде мұражайға барып, тағы да қандай жақсы жәдігерлер бар, құндылықтар бар. Осымен бірге біздің проректорымызбен бірге тәрбие ісі жөніндегі барып қайтады. Соны да бүгін сүйіншілеп айтып қояйын деп отырмын. Құрметті зиялы қауым, біздің мынау конференциямызға бүгін алыс жақын шетелдерден ғалымдар қатысып отыр. Осында айтып кетуге тиістімін. Өзбекстан ғалымдары, Түркиядан келген ғалымдар, осы бізде Ферғанадан келіп отыр қазір, және сол сияқты Алматы шаһарынан, өзіміздің Шымкент шаһарындағы ғалымдарымыз, және Тараз қаласының ғалымдары бүгін біздің конференцияға өзіміздің ойымызды айтамыз деп қатысып отыр. Сондықтан да конференциямыздың офлайн форматына көшуге рұқсат етіңіздер. Бүгін біздің бас қосуымызда осы отандық ғалымдар, соның ішінде шетелдік ғалымдардың бір туары деп айтуымызға болады. Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті ректорының өкілі бізбен бірге қазір сөзді Жеңгес Томар мырзаға бергім келіп отыр. Рахмет, ассалаумағалейкум. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын, ниетіңіз қабыл болсын. Дарияханның бізде шақырғанына рахметім айтамын. Біздің қарым-қатынасымыз өте жақсы. Түркиядан Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne biz kongraf ederiz, biz bırak kolofrası yasayımız birge. Ben de bu kutlu cinavısına katılganıma öte kuanıştımın. Bizim tarihimizde çok ulu tulgalar var. Ahmet Yesevi aytımız, Tomeris aytımız, Beybas var. PhD doktoram Beybas, Baylaslı. Sizin atalarınız Egip'te. Abayımız var, Ahmet Yesevi'miz var, Muhtar Abazadımız var, Türkiye'de Yunus Emre'miz var, Mevlana'mız var, o tuğlalarımız var. Bu da arkadaşlarımız Türk alemi, ulu bir ağacımız. Ulu bir ağacın biz bağrımız talları, Kazak, Türk, Özbek, Basmacı tallarımız var. Tarihimizde çok Türk tarihinde yerler var, yerler oldu. Çok zidanyalar var, hımaratlar, bizim murasımız, materyal murasımız, meşitlerimiz var, tarihi, kesenelerimiz var, tarihi. Başka ülke hımaratlarımız, saraylarımız var. Bırak en manızlı neyse bu materyal muranın ruhu kim? Bu materyal muranın ruhu bizim Abay siyahtı, Muhtar Abazov siyahtı, Ahmet Yesevi siyahtı atalarımız. Bu kişiler tekrarına yazı yazmadı. Bırak kavga hizmet görsün. Bizim hazır cazlar var burada. Biz bu cinazları ne geçeseyimiz cazlar için. Onlar bizim ulaşırız. Varlığımız, erlerimiz bir sorak koyu verir özümüzde. Bizim armağanlarımız var.
Жақсıcımız tapamız, calakımız жақсы olsun, otbası kuramız. Solay o armağanlarımız var. Bırak, koğamga hizmet için varlığımızın bir armağanı var mı? Bu en manası sorak. Vapros, bunu koyu verdik. Abay atamıza Karaganda, Avezov atamızı ülkende bu kişiler kançalar türmeye düştü. Kanca kıyınlıklar casadı. Bu kıyınlıkları tanımal oluşun casama. Bak bir en söyleseniz de tanımal olasınız. Bir kitap yazsanız da tanımal olasınız. Bırak bu kişiler bu kıyınlıkları ne casadı? Koğamga hizmet için, ulaşan için, bizim için. Biz hazır bir konfor içinde casayız. Duruz mu? Nege? Bu ulu tulgaların koğamga hizmetinden keyin biz bu konfor içinde casayız. Avezov abaycılığını yazdı. O abayı misal aldı. Bizim için de bu kişiler misal. Bunların ömürlerini biz tekrar okuyup karardık. Unutup gitmemek gerek. Bırak onun ömrümüze misal olmak gerek. Bu kişiler ne gibi bu kıymetlara casadı, ne getirmeye düştü. Bizim halklarımız için, Kazaklar için, Türk alemi için. Kazakistan'da kıymetler kol. Biz bakmamız gerek. Varlık alemisiz, göresiz. Avezov abaycılığını yazdı. Bu kitap Türkiye'ye aldardan bizim üniversite tarafından Türkçe'de var. Varlık Avezov'un şimdi zayıf notumu. Abay'ın kitapları bizim üniversitemizin de konuyla Türkçe'ye aldarılmaktadır. Bu bizim için öğretilmemizdir. Bu tulgalar tekrar Kazakistan tulgası emez. Türkiye'nin, Türk aleminin tulgaları. Bırak bizim için bu cinalıslardaki benim özüm, ben ihlasla söyleyeyim, Ramazan ayı mübarek, tekana protokol işini aytmayın. Bırak, şüncüreyimden aytamam. Mesela ben misal vereyim, özümden ben misal vereyim. Ben İstanbul'dan gelgen adamım Marmara Üniversitesi'nde. Türkiye bana ait sizi Türkistan'a çıkarırız. Ben Otbası'nın Tas'tan geldim. Yani benim Otbası'm Türkiye'de 4 yıl Türkistan'da Ahmet Yesevi babamıza hizmet yapıyoruz. Türkistan'a hizmet yapıyoruz. Neye? 1000 yıl burun Ahmet Yesevi babamız bizim Müslümanlığımızda, İslam'ımızda onun çok tesiri var. O bize öğretti. 1000 yıl burun bizden vardı. Hazır ona bizim bir borç kalay aytımız. Bir mendetimiz var. Bizim bir mendetimiz var. Ben Cahit'e aytım. Otbası'na taslak geldi. 4 yıl oldu Türkistan'da hizmet yapıyorum. Bu benim kaziyetim emez. Bu benim mendetim. Bu benim karzım. Kime karzım? Türk'e. Ağabey babamıza, Muhtar Avezov'a, Baybals'a, Tomur ise onların kıymetleri vaktinde cesakanlarına. Onun için ben bu cinalız işin algısıma bildiremem. Bırak bu cinalızlar tekrar bir protokol cinalısı olmaz. 100 yıl burun UNESCO kutladı. Ağabey babamız, Muhtar Avezov atamız. Ağabeyim, şimdi zaten o varlık alemde tanımalı kişiler. Bırak ömürlerindeki kıymetler yok. Bunlar tanımalı bu işin casamadı. Koğamga hizmet için, tevhissizlik için. Bunu siz varlığınız özümden de cahsi bilirsiniz. Ben size ağabeyi aytmak olur. Avezov'u aytmayın. Siz özünüz cahsi bilirsiniz. Bırak bu cinalıslardan benim dileğim, şüncürekten, cahsattan bu ulu tulgalara biz misal alalım. Bırak tek kana özünüz işinemez. Armağanlarımız koğam işinde olsun. Koğam işinde bir armağanımız olsun.
gelecekte ben kulağım için, Türk alemi için de sayın diye bir armağanımız olsun. Varlığınıza rahmetime aytamın. Keşirim soramın. Taksiniz. Keşirim sorayım bırak. Ben düşüncelerimden aytamın sizlerge. Bir ruhsat olsa da bir kişiye tahsillerimiz var. Ahmet Yesevi babamızın kesilmesini. Sizlerden keşirim sorayım. Tıkız vakitte bekledim. Saat 2'de Türkistan'a bir ülkenin Astana'dan bir kişi geldi. Ben Türkiye'nin reprezentatifi retinde onu karşılamak gerek. Sizden keşirim sorayım. Sizlere rahmetimi aytamın ben Türkistan'a varamın rahmet. Оразаңыз қабыл болсын, көп рахмет. Келіп өз ойыңызды бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, мен мынау орынға абай бейнесін сомдап отырған біздің оқытушымызды шақырсақ қалай қарайсыздар? Көп рахмет. Жұмысымызды одан әрі қарата жалғастырайық. Мен жаңа бір сөзімде айттым, Ферғана политехник институтынан келіп отырған біздің ғалымымыз бар ортада. Сондықтан да келесі сөзді Ақымбаев Адил Әлімұлына бергім келіп отыр. Ферғана политехникалық институтының технологиялық машиналары менен жабдықтар кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы. Бәрімізге ортақ бейне туралы өзіңіздің сұхбатыңызды білдіріп өтсеңіз деп ойлаймыз. Көп рахмет. Уважаемые участники конференции, мы сегодня собрались отмечать 125-летие великого казахского классика казахской литературы Мухтара Авазова и принимаем участие в научно-практической конференции, посвященной этой дате. Поэтому мы являемся представителями Ферганского политехнического института. Наш институт в течение ряда лет активно сотрудничает с вашим вузом. Значит, наш институт является одним из основных вузов Ферганской долины, где проживает более 12 миллионов человек. И в нашем институте мы готовим бакалавров по 32 направлениям, магистров и докторантов по 57 направлениям. И как-то мы отстали от тенденций развития науки, какие-то годы сложности нашего. И поэтому мы сотрудничаем с вашим вузом уже несколько лет. Ваши преподаватели были у нас, наши преподаватели у вас были в гостях. И вы являетесь для нас как бы ориентиром. Потому что, честно скажу, меня вот очень удивило то, что вы сохранили научно-технический потенциал советской школы и приумножили несколько раз этот потенциал научно-технический. Вывели казахскую науку на мировой уровень. Мне очень поразило, что институт находится в топ-500 мировых вузов, и мы ориентируемся на вас. Потому что в этом направлении мы делаем первые шаги. И мне поразило то, что как организован у вас учебный процесс, научно-техническое развитие. И я вижу ваше достоинство, консолидацию
усилий академической науки, студентов, преподавателей, научно-технических сотрудников в создании такой базовой школы, университета, который является эталоном, чисто мировым образцом. Поэтому приглашаю вас посетить наш вуз, нашу Ферганскую долину. И спасибо за благодарность. Адиль Алимулов, на самом деле за такие теплые отношения. Я думаю, что мы даже можем стать консалтинговым центром. Мы об этом еще попозже поговорим, правильно? Если по КС, по рейтингу имеется в виду, у нас работает мониторинговый центр, консалтинговый центр, мы всегда открыты. Спасибо. Әріптестер, енді баяндаманы біз Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, қолжазба және фольклор тану ғылыми-техник инновациялық орталығының директоры, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Қыдыр Төреәліұлы Еділбайұлына бергіміз келеді. Құрметті Дария Пернешқызы, сондай-ақ бүгінгі Әуезов оқуына қатысушы ханымдар мен мырзалар. Жалпы елімізде қазақ халқының руханиятына өзіндік із қалдырған алып тұлғалардың мерейтойларын атап өту бүгінде қалыптасқан дәстүр. Білсеңіздер, осыдан 1-2 жыл бұрын Әл-Фарабидің 1950 жылдығын, Алтын Орданың 750 жылдығын, сондай-ақ Хакім Абайдың 175 жылдығын атап өтті. Себебі шын мәнісінде Алтын Орданы тойлаған себебіміз кезінде алып империя болғандығымызды, Әл-Фарабиді атап өткендігіміз, ислам өркениетінде орнымыз бар екендігін, Абайды атап өткендігіміз біздің де алып ұлттар қатарында екендігімізді дәлелдейтін бір мерейтойлар еді. Енді биыл Алла қалап Алаш арыстары Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы, сондай-ақ Алаштың соңғы тұяқтары десек болады, Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 125 жылдығы мемлекеттік деңгейде аталып отыр. Осындай іс-шараға директорымыз Кенжехан Сіләмжанұлының жіберуімен қатысып отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Жалпы Мұхтар Әуезовтың ерекшелігі неде? Мұхтар Әуезовті біз суреткер, ғалым деп атаймыз. Екі салада да қатар қалам тербеген. Біз енді әдебиет және өнер институты болғаннан кейін көбінесе ол кісінің әдебиет жағына, оның суреткерлік жағына баса назар аударамыз. Білесіздер, Мұхтар Әуезов Ленинград университетінің қабырғасында оқып жүргенде, сіздер де студент кездеріңізде алғашқы болып әдебиет тарихы дейтін оқулық жазған. Бұл оқулық 1927 жылы Қызылорда қаласында кітап болып басылды. Бұл сол кездегі ең алғашқы қазақ әдебиетінің тарихын зерделеген еңбектердің бірінен саналады. Біз айтып өткен Ахмет Байтұрсыновтан сол жылдары әдебиет танытқыш деген еңбегін жазды. Не үшін бұлар әдебиеттен бастады? Себебі әдебиет бұл әдеп деген сөзден шығады тараптан. Әдеп жоқ жерде мәдениет жоқ, мәдениет жоқ жерде өркениет болмайды. Сондықтан да бұл кісілер бірінші болып әдебиеттен бастады. Енді әдебиеттің ерекшелігі неден? Бұл адамды сұлулыққа, көркемділікке, инабаттылыққа, парасаттылыққа тәрбиелейді. Жалпы өмірінде өлең оқымаған, ең болмаса аптасына бір кітап оқымаған адамның жүрегі қатайып қалады дейді ғалымдар. Соның ішінде көркем сөзге үйір болмаған адам қоғамның біртіндеп алшақтай беретіндігі белгілі. Енді 20 ғасырдың басында өмір сүрген тұлғалардың тарихына қарайтын болсақ, олар тек қана суреткерлік, яғни жазушылықпен ғана айналысқан жоқ, сонымен бірге баспасөз беттерінде халықты ояту жолында бар ғұмырын сарып кеткендерін де көреміз. Мысалға, сол жылдары Әуезовтің 1917 жылы Алаш деген газетте жарыққа шыққан қазақтың өзіндік мінезі дейтін мақала шыққан. Сондай-ақ 1918 жылдары Семейде Абай журналында тағы да қазақтың қазіргі күйі, қазақ қашан ел болып түзеледі дейтін мақалалары жарық көрген. Білесіздер, 20 ғасырдың басы бұл тек қазақта ғана емес, түркі мұсылман халықтарында, тек түркі ғана емес, ислам әлемінде ояну ғасыры болып есептеледі.
яғни исламдық уммадан ұлт ретінде қалыптасу кезеңі десек те болады. Сондықтан да қараңғы қазақ көгінде өрмелеп шығып, күн болғысы келген алаш арыстары болды. Сондай-ақ оян қазақ деп бір еңбек шықса, араға 3 жыл салып, Ержан Байбатыровтың есімен Ташкентте тұр қазақ, араға 2 жыл салып барып Қазанда Әбілқасым Арғанидің жатпа қазағы шықты. 3 циклді кітап: оян қазақ, тұр қазақ, жатпа қазақ. Енді бұл ояну дегеніміз не нәрсе? Ояну дегеніміз өзімізге бір түлен төккендей көшеге атып шығып, барды қирату, жоқты жою емес. Оян дегеніміз ең алғашында бұл санадағы ояну, санадағы сілкініс. Кешегі Әуезовтердің, Жақып Дулатовтардың, Байтұрсыновтардың айтып өткен сол сілкінісі, санадағы сілкініс, өркениет көшінен кеш қалып қалмау мәселесі. Бұл бүгінде де өзінің маңыздылығын жойған жоқ. Сондықтан да әуез мұраларын зерттеудегі мақсат той-тойлау ғана емес, олардың жазған сызған дүниелерін кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдырғандарын зерделеу, сол арқылы бүгінгі қоғамның сұранысына қарап пайдалана білу бүгінгі біздің ұрпақтың міндеті ғой деп ойлаймын. Жалпы бізде Әуезов десе Абай, Абай десе Әуезовтің есімі еске алады. Себебі Әуезовтің шығыс әлеміне қарай бойлауы осы Абай есігі арқылы ашылғаны баршаңызға белгілі. Себебі Абайдың ең алғашқы жазылған, біз Шағатай тілі деп атап жүрген, түркі әдеби тілінде жазған әлифтей ай жүзіңе ғибрат еттім, ғибара идартыңа нисбат еттім деп жариялаған болса, Әуезов осы еңбекті Науаидан алғандығын атап көрсетті. Енді бүгінде рухани жаңғыру дедік. Енді жаңа Қазақстан платформасы қаланып жатыр. Енді осы Науаидағы бірігу дегеніміз не нәрсе? 20 ғасырдың басындағы ояну болса, бүгінде бізде бірігу, ортақ мүддеге жаңа Қазақстанға жұмыс жасау не шығып тұр. Осында былтыр Өзбекстан Республикасы Науаидің 1280 жылдығын кеңінен атап өтті. Біз сонда сол кісінің Лисаны Тайр, құстардың тілі дейтін шығармасына жіті назар аудардық. Себебі Мұхтар Әуезов барған бір арнада осы түркі әдеби жәдігерлері, түркінің классикалық ақындарының шығармасы болады. Онда 30 құс жиналып, ешқандай бір ымыраға келе алмайды. Көшеге шығады, тағы да дауласады. Сосын айтады, әлемде бір алып самұрық деген құс бар екен. Сол самұрықтан барып ақыл кеңес сұрайық дейді. 30 құс сапарға шығады. Сапарға шығу барысында әртүрлі кедергілерді, әртүрлі мақамдарды басып өтеді. Мақамға жеткен уақытта, белгілі бір деңгейге жеткен уақытта қараса, әлемде самұрық құс дейтін құс жоқ екен. 30 құс сеймор, 31 құс алып құсқа айналып кетеді. Яғни бұл ұлттың бірігуі, ұлттың тұтастануы, кезінде біздің алаш арыстары айтып өткен арманның орындалуы деп қараған дұрыс. Ал енді самұрық құс қайда жұмыртқалайды? Самұрық құс бәйтеректе. Жалпы бәй деген сөз қазақта алғашқы, алып дегенді білдіреді. Бәй шешек дейміз, алғашқы шешек шығатын шешек гүл. Бәйбіше деп жатамыз, алғашқы әйел. Айтақ деп жатады, алғашқы тақ тұрған жер. Бәйтерек дегенде сол алып ағаш, алғашқы ағаш дегенді білдіреді. Самұрық құс сонда мекендейді, сонда тұрақтайды. Бүгінде сол бәйтерегіміз Астана ауылының жұмыртқасы Әзірет Сұлтан кесенесінің алдында салынған жаңадан ғимарат сонда. Яғни бізде ұлт ретінде өсу үшін Астанаға қарап ой түзеп, руханиятта Түркістаннан алғанымыз жөн шығар деген ой келеді. Құрметті Дария Пернешқызы, білесіз, осы жылы Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен бізде интеграциялық байланыстар нәтижесінде Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті арасында ынтымақтастыққа қол қойдық. Бұл жерде бізді біріктіріп тұрған тек Мұхтар Әуезов аты ғана емес, сонымен бірге оңтүстік аймақта бірден-бір дамып келе жатқан осы университет екендігін көреміз. Әлемдік рейтингті бақылап отыратын World University Ranking Лондон қаласында орналасқан, соның рейтингісіне қарасақ, квест көрсеткісі бойынша сіздердің университеттеріңіз соңғы жылдары бірнеше позицияларға жоғары көтеріліп келіп жатыр. Бұл да болса сіздің, сондай болса ұжымның жемісі ғой деп ойлаймын. Сондықтан да құттықтаймын. Ал енді біздің институт еліміздегі іргелі зерттеулермен айналысатын
қазақ әдебиеттанушылар мен өнертанушыларының ғана емес, сонымен бірге қазақ руханиятының қара шаңырағы десек те болады. Және директорымыз Кенжехан Сыламжылов айтып өткендей, институттың негізін кезінде Мұхтар Әуезовтер қалаған, біз сол нәрсені бүгінгі күнге дейін жалғастырып келіп жатырмыз. Бүгінде институт алдында бірнеше салалар бойынша жұмыс істеп келеді. Мемлекеттік тапсырыс, нысаналы қаржыландыру бағдарламасы, сондай-ақ мемлекеттік грант жобалары бойынша негізгі бағыттар антологиялар шығару, іргелі ғылыми зерттеулерге негізделген ұжымдық монографиялар дайындау, сондай-ақ ұлы тұлғаларымыздың академиялық басылымдарын дайындау. Бұл есептеледі. Енді бүгін осындай жиынға тұрғылықты келмейік деп институт ғалымдары тарапынан дайындалған өзіміздің монографияларымызды алып бердік. Бұл монографиялар соңғы 2 жыл көлемінде ғана. Егер рұқсат берсеңіздер, сондай-ақ жаңа айтып өткен мемлекеттік тапсырыспен шыққан, 10 000 данамен шыққан бізде антологиялық жинақтар бар. Сонында соны кессек деп отырмыз, осында танытымын жасасақ. Осындай мүмкіндік бергендеріңіз үшін әлі де байланыстарымыз бұдан әрі ая түседі ғой деп ойлаймыз. Біз жалпы ғылыми зерттеу институты сіздермен қашанда қоян-қолтық жұмыс жасауға ортақ жобалар аясында бірлесуге қашанда дайын екендігімізді айтамыз. Сонда директорымыз Кенжехан Сыламжановның тағы да сәлемін. Көп рахмет. Көп рахмет. Онда мына біздің қазіргі мына ғылыми зерттеу институттары менен университеттің ортасында арасында да меморандум түзілген. Біз енді өзіміздің университеттің тарапынан Мұхтар Әуезов атындағы диссертациялық кеңес ашамыз деп отырмыз. Ол кеңеске сіздің ғалымдарды да шақырып отырмыз. Бүгін енді тұсаукесерді біздің университетіміздің табалдырығынан бастауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің ғалымдарыңызға, директорларыңызға, біздің атымыздан ғылыми біздің барлық сәлемдемемізді жеткіземіз деп ойлаймыз.
конференцияны ұйымдастыру кезеңінде мен кішкене ұйымдастырып тапқан кезеңде ренжірлік білдіріп, былай деп айтқан едім. Конференция ол бәйге сияқты ғалымдардың ортасында. Біз ол жерге өзіміздің тырнақалды еңбегімізді, жасалған монографиямызды қоюға тиістіміз. Конференцияда тек қана сөздерді айтып, жақсы жылы сөздерді айтып кетіп қалу ол дұрыс емес. Артынан резолюциясын қабылдап, оны мұнға жібереміз. Оны шешім қабылдау керекпіз. Жаңа сөздің басында ағаларымыз айтып өтті, мына әуезовтің 100 жылдардағы кездескен кейбір олқылықтар туралы. Соларды жою мақсатында жұмыс жасауға тиістіміз деп. Олай болса, біз тағы да бір осыған байланысты ма, бүгін мына сценарийға жаңадан қосылыпты. Сіздердің 1-2 минут жаңағы көңілдеріңізді аударуға мен рұқсат сұрап отырмын. Бұл жерде біздің оқытушымыз Азимов Абдугани Мутаұлы халықаралық ақпараттандыру академиясының мүшесі болып сайланды. Толық мүшесі болып сайланды. Соны тапсырсам қалай қарайсыздар? Бола ма? Бұл да мінекей еңбек қой, үлкен еңбекпен құттықтап қояйық деп отырмыз. Жұмысымызды әрі қарата жалғастырайық. Келесі баяндаманы мен филология ғылымдарының кандидаты, профессор, халықаралық Тұран академиясының академигі, халықтар достығы орденінің иегері, мәдениет саласында еңбегі сіңген қайраткер, Өзбекстан Мұхтар Әуезов және Орта Азия әдебиеті тақырыбында біраз жылдардан бері жұмыс жасап жүрген Сейденов Қалдыбек ағамызға ұсынылып келіп отыр. Assalamu alaikum. Ардақтар біздер, айналайын студент жастар. Бүгінгі Әуезов оқуларының ғылыми тәжірибелі конференциясына қош келіпсіздер. Енді Әуезовті қаншалық дәріптесек, Әуезовті жан-жақты тереңірек зерттесек, біз байи түсеміз, қазақ халқының рухы биіктей бастайды. Өйткені 74 жыл жасап келбеске кеткен кешегі тоталитарлық қоғамда әлемде қазақ халқы барын тұңғыш рет танытқан адам Мұхтар Омархан Әуезов. Міне осы роман эпопеясымен, 4 томдық тетралогиясымен әлемде қазақ деген халық бар екендігін тұңғыш рет танытқан Әуезовті қалай дәріптемеске, қалай мақтанбасқа. Ал енді Әуезовтің Әуезов дәрежесінде жетіліп, шыңдалу мектебі болған Ташкент қаласы десек, бұл асыра дәріптегендік, болмаса бұлтарда шындық екендігінде дау жоқ. Әуезов өздеріңізге белгілі 20 ғасырдың 20 жылдарында қазақ интеллигенциясы 2 жерде топталады. Соның бірі Орынбор қаласы болса, екіншісі Ташкент қаласы болады. Ал енді сол кезде семинарияны бітіріп, Орынбор қаласында атқару комитетінде жауапты қызмет істеп жүрген кезінде Мұхтар Омархан Әуезовке өтірік жалалар жабылып, алаш ордашылардың идеяларын көркем әдебиетті насихаттаушы деген әңгімелер сөздер сөйтіп көңіліне өткен. Сондықтан бұл деген майда сыпсың сөздер көбейе бастағандықтан Әуезов 1922 жылдың қараша айынан бастап Ташкентке келеді. Сөйтіп Ташкентке келгенде Орта Азия мемлекеттік университетінің шығыстану факультетіне еркін тыңдаушы болып жұмыс істей бастайды. Әрі лекция тыңдайды, әрі ғылыми зерттеу жұмысымен шұғылданады. Әуезов Ташкентте жүргенде 3 мәселемен шұғылданады.
Birinchi, шығармашылық жұмысымен, екінші ғылыми зерттеу жұмысымен, үшінші аударма саласымен шұғылданады. Міне осы дәуірде Мұхтар Омарханұлы Әуезов тұңғыш рет абай тану ғылымы жайлы, абай жайлы өлеңдерін жинау, оны кітап қылып шығару, оның ақындық әлеміне барлау жасау мәселесіне көңіл көзін назар бастайды. Міне менің маған ұстазым профессор Мекемтас Мырзахметов ағайдың берген тапсырмасы бойынша мен Әуезов және орта әдебиет деген монографияны жазып дайындадым. Амандық болса ұлы мерекесіне не шығып қалады. Міне сонда Әуезовтың ғұламалығының барлық қырлары айтылды. Әдебиеттану ғылымында Қазақстанда. Мәселен, Әуезов дегенде бізге 5 қыры көз алдымызға елестейді ғой. Біріншісі, сұңғыла суреткерлігі, екінші, ерен ойлы ғұлама ғалымдығы, үшінші, тамаша аудармашылығы, төртінші, ұлағат ұстаздығы, бесінші, ірі қоғам қайраткерлігі. Осы 5 саланың менің барлығының қалыптасу деңгейінде Ташкенттің атқарған рөлі өте күшті деп ойлаймын. Өйткені жастық шағында абай тану ғылымына барудың бір нәрсесінің барлығын, әсіресе соны зерттеу барысында өзі де шығыстың әдебиеттің балбұлағына, орта әдебиеттің ауыз әдебиет үлгілеріне және кеңестік дәуірдегі әдебиеттің ақын жазушылардың шығармаларына барлай назар аударып, терең теория тұжырымдауы керек. Мәселен, өздеріңіз жақсы білесіздер, поэзиясында 2-ақ түрлі өлең өлшемі болады. Бірі 7-8 буынды жыр өлең өлшемі болса, екіншісі 11 буынды қара өлең өлшемі. Мәселен, 7-8 буынға мысал кетірейін. Жаз болғаннан жадыңа алдыңдағы қысыңды, бақыт құс қонса басыңа қадір тұт келген кісіңді, ағайын болсаң араға салмағы сыпсың пысыңды, алауыздық кетірен айбатыңменен сұсыңды, өзіңше алтын болғанмен жұрт бет алтын мысыңды дейді. Бұл Кенжеғожа Құлмырзаевтың өлеңі. Ал екінші 11 буындыға күн туса нұрға шады айдан дағы, жанды жақсы дейді екен қайырымы жоқ байдан дағы, тұлпардың тұқымының тұлымы бар, белгілі ат болуы тайдан дағы, алдағы арты әні жетіп тұрса, жігітке 11 құрал сайдан дағы, деген бар төртеу түгел төлге шығар, төрін сүр бақыт құстың айналғаны. Ауылда 6 кісі ана болса, дұшпанға анық құлбы байланбағы. Кейбіреу сәт бақытқа мас болады, шабақтай шабуылдаған қайрандағы, адамды иісіңді жұрттан сасың, не керек құрғардың майланғаны дейді. Бұл тұрмағанда кісілеу көреді. Көрдіңіз бе? Жаңа кімәлерім айтып кетті. Әдебиет тәрбие құралы, әдебиет әдепке ие деген. Осыны міне Мұхтар Омарханұлы Әуезов әдебиеттің сырын, әдебиеттің өзіне тән ерекшелігін жете меңгергендіктен абайдың ақындық әлемінде барлау жасап отырып, өзі де бүкіл әлемдік деңгейге көтерілген ұлы ғұлама ғалым сұңғыла суреткер дәрежесіне көтерілді. Оның үстіне ең қызығы, сол Ташкентте жүрген шағында Ташкентте ең алғаш рет қазақ газеттері журналдары шыққан. Мәселен, Ақжал 20-шы жылдардың 7 сәуірінде шыққан болса, Жаңа өргөз, Бірлік туы, Шолпан журналы менен Кедей айнасы альманағы шығарылды. Мұхтар Омарханұлының еңбегі өте зор болған. Міне сол кезде осы Мұхтар Омарханұлы абайға барудағы абай мектебінің қайдар көзін ашуда. Мәселен, абай 10 жасында небәрі 1855 жылы жүзі раушан, көзі қауқар, бет шүр ақмар, тамағы қардан қамбиқтар, қардан әппақ деген ғой, қардан қамбиқтар, қолың ішегі, қасың қара, қолың ішегі, сен көзлерді рақпарысың. Сүлеймен Ямшит Искандар ала алмас барша мүлкіге деген өлеңді абай бірінші рет шығыстың ғаруз өлең өлшеміменен жазған. Абай шығысқа қатысында. Міне осының көзін Мұқан бірінші болмасты. Сөйтіп Қазақстанда абай тану ғылымының негізін қалады Мұқан. Міне осында 12-13 жасында 1858 жылы
Füzuli, Şemsi, Sayhali, Navayi Sadi, Firdevsi, Hoca Kabız Muhammed'ı Medet Yaşarı Pariyat'tır. Bine sonunda Muhammed'e tilleri tusunukta olmadıktan Avayga Alişer Navayi'dir, Nizami'dir, Fizoli'dir, ıhbalı öte kuşlu oldu. Sonlardan ölgü oyunu kaldı değil. Şimdi da Cemal'ın ölümünde şahıs şairlerinin varlığını tilge alıp oturan gezinin özünde de Cağını ahırda o yoldan bana kuş, kuvat, yol gösterip Abay Özbekçe aytkanda ilticalı buladı. Bunun varlığına Adem tağı bir yere şekilde dersin. 1923 yıldan başlap Abay o Kazak halkına gerek mi gereğimiz mi diye bir davşancal davdama çıkan. Kendisi yalnız yoksuldur Abay'ın Bayurt'ta çıkan fiyadal jet atasının bir bay. Sonra bizge Abay gereğimiz degen oyunu ideyen anlatarlar. Sonra tartış, aytış, yazar koymayı başlaydı. Yine sonunda Muhtar Omarkan Uluğumuz 1924 yılın Ağustos ayında Abay'ın ölümünün 20 yıllarında Bağdır gazetinde mahana cariyelaydı. Buna mahananın özü önümüz, redaksiya halkasının adına. Söydüp yardım Abay'ın ahırda kalemi, Abay'ın onurluk kemengerinin sıfatını can-caktı aşağı oturup Cenab-ı Baybanamızlarının ağzına kum koyadı. Buna en kızığı, Abay bölümünün 20 yıllarında ardından yazılan makala Taşkent'te çıkartılan Arzum gazetinde cariyelanır. Cariyelanır. Bırak Kazakistan'дағы basma sözünün birinde Abay'ın 20 yılları tilge alınmaydı, eskirtilmeydi. Bu da muhtemelen özlüktün Abay'a degen süyüspöçülüğün ulu jemisteri. Onun üstüne Muhan özlük Orta Asya Edebiyatının Ağız Edebiyatı ülküleri son şartlı jetin mengergenliği sonuçta. Hani Koca Nasır, Şirin, Altan Köşe, Annemece Bartın birbirine salsıra oturup buna kaygalıkta degen, buna kaygalıkta dözülümü, buna Kazak'a tembe talimesme degen aracılığında ayırda başlaydı. Söydük, Gılımı Zertör Cümlesi'nin algılaşkı anlaların Taşkent tavaldırığında başlaydı. Söydük, ülküm genelde yemeklersine düşürdü. Bunun gibi oradan keyince Muhtar Omarkan'ın Avezit'in tağıdır özbeten gerekçeliği Orta Asya, 20. asırдағы Orta Asya kalemgerlerinin çıkarmaların Özbek tilinde, öz ana tilinde okuman. Böyle jastlarda öte gerek. Jastlarda mesele. Öz ana tilinde okuman. Mesela Muhan aytan 20. yıllarda Özbek edebiyatında Sadreddin Ayni, Abdullah Kadiri kirip geldi. Ben 1928 yıldan başlap Abdullah Kadiri'nin ötken günden atırmanın Özbek tilinde okuyamasarım deydi. Hazır okurmanlar azayıp görevlidir köpek gözlem olmuyor. Bunu son 20-25 yaşında Muhan Özbek'tin başka oktarlık tilinde terimden gelip sol tilde okuyor. Söydükse 20. asırın 20. yıllarda edebiyat meydanına gelip gelgen Aybek, Gafur Hulya, Uykun, Pıtıra, Bekbudi siyahtı unutulmalarla birge 20. asırda ülkenin Taşkent 20. asırın 20. yıllarında Orta Asya Respublikalarının resmi ortalığı olan. Sonunda okunan köptüken Kırgız'ın Ağlı Tuhan Bayıp, Yalmasa Tugulbay Sıddık Bey'im, Kuaniş Hürmelik'im, Temur Hülüm Bedeli'yim, Yaki Babası, Berdike Babay, Bekir Seytağım, Kıdır Beyler, Şeyh Tağı'da asıbasılarının varlığının Muhan Dostluk Anlatması'na çıkarması paylanışlar var. Mesela özümün Vakıtçı Edebiyat degen 1968 yıl Korun kitabında Kengis Devri'ndeki Orta Asya Edebiyatı yazmışlarını cayıldım. Romanların salsıra zevkli, süydük utulganını, bağırlığın analizini yazıp, özünün kulamalığın, danalığın, danışmanlığın can-caklarından söyledi. Әсіресе Özbek Edebiyatının ulu tuğlası, klasiki Aybek'in en жақын dost, сыйласқа сырлас болады. 1927 жылы Ленинградта танысқан екі алып туға
ömrünün soңғы сағаттарына дейін бір-бірімен жақын араласып, бір-бірі достық қарым-қатынаста болады. Соның негізінде Айбек 1933 жылы Бақтыгүл мен Сағындық атты поэма жазады. Сонда қазақ байы Атабайдың образын жасаумен бірге қазақ ақыны Сағындық пен Бақтыгүлдің арасындағы сүйіспеншілікті сөйлейді. Міне осының бұл идеялардың барлығында Мұхтар Әуезов екеуі Ленинградта танысып жүрген шағында бір-бірін айтады. Яғни бұл шығарманың негізінде Мұхаңның қараш-қараш оқиғасының шығармаларында кейбір элементтері аңғарыла бастайды. Міне сондықтан әдебиеттердің байланысы. Сондықтан біз Мұхаңның тағы бір қыры ретінде халықтардың достығы, ынтымақ бірлігін дамытуға ерекше үлес қосқан шын мәніндегі достықтың жаршысы, достықтың күйшісі деп бағалауымыз керек. Бұл Мұхаңның өз алдына жатқан қыры. Егер біз осы дәл бүгінгі қазақтардың, бұрынғы қазір қазақтардың дәл төрт топқа бөліп назар болады ғой мәселен. Дана қазақ, бала қазақ, шала қазақ, бәле қазақ. Ана жалпы қазақтар болады ғой, көре алмайтын. Анаға мынаған арқасын ары жаза береді. Міне сонда Мұхтар Омархан Әуезов шын мәніндегі дана қазақ. Сондықтан айналайын балапандарым, дана қазақ болуын тұрыңдар. Дана қазақ болуға да жақсы, бірақ шала қазақ болудан сақтаныңдар, айналайын жастар. Неге? Даналық пен шалалықтың арасы ат пен түйенің несі бар ғой? Сондықтан кезінде Ахмет Байтұрсынов айтқан, біз қазақпыз, 6 миллион халықпыз, 13-ші жылы қазақ газетінде жариялаған. Біз қазақпыз, 6 миллион халықпыз, әлхамдулилlah мұсылман болғандықтың. Күндес сүрткен бәйге өлсе Құдайым, ол біздер шаппастан ағамыз дейді. Осы күндесін жиын бойынша, міне қазір жаңа Қазақстан деген идея пайда болды. Біздің жаңа Өзбекстан деген өзі 4-5 жылдан бері жаңа Өзбекстан. Сіздер міне осы неден бастап, қан тарқақтығысынан кейін жаңа Қазақстан. Ал енді жаңа Қазақстанның әулетлері, жастары жаңаша ойлау керек. Жаңаша пікірлеу керек. Жаңаша ойдың, жаңаша пікірдің негізінде ғылыми зерттеу жұмыстарына мән беріп, айрықша көзін қарау керек. Және Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, қиын емес дарынасқаны атқаны, қиын емес абақтыға жапқаны, маған аурусылардың бәрінен өз ауылымның итті өліп қалқаны дейді. Жаңағы бәле қазақтар осы ит көрмейтін. Құдай осыдан сендердің сақтасын айналайын жастар. Әсіресе мынау Мұхтар Әуезов пенен Абай мен Мұхтар Әуезов бірінсіз бірін. Әуезовті Абай әлемге танытса, Абайды Мұхан әлемге танытты. Яғни жарты ғасырлық. Оның үстіне тағы бір пікір айта кетейін. Әуезов қазақ әдебиет тарихы, даму тарихында ғана емес, бүкіл орталық әдебиет даму тарихында тұңғыш рет роман эпопея жазған адам. Тұңғыш рет. Міне сол роман эпопеясының негізінде мен кітабымда бәрін көрсетемін. Өзбектің қанша жазушылары, қазақтың қанша жазушылары, қырғыздың қанша жазушылары және түркменнің қаламгерлерінің қаншалығы осы роман эпопеяға еліктей отырып, өздерінің ұлы тұлғалары, кемеңгер көсемдер жайлы Мұхаңнан кейін жазуға ден қоя бастады. Әлемдің деген адресін, Бержерон, Үгінәзір газетінде тағы осы сияқты барлығы Мұхаңның шығармасының ұлылығын, тамашалығын, жарқын пен екендігін айтады. Сондықтан айналайын жастар, сендерден өтінішіміз, сендерден қазіргі жаңа Қазақстанның тірегі, жаңа Қазақстанның ұлы тұлғалары болу үшін әдебиет әлеміне, әсіресе көркем әдебиетке тереңірек назар аударсаңдар, сендер даралана бастайсыңдар, тұлғалана бастайсыңдар. Міне Сағай Мырзахметов, осы менің Мұхтар Әуезов және Портаз әдебиеті деген еңбегімді оқып шықты, мақұлдады, бұны тезірек басып шығу керек тойға дейін деді. Меніңше енді бұл тойды Қасым-Жомарт Тоқаев
әлемдік деңгейде ЮНЕСКО шешімінде тойлау керек деп ойлаймыз. 100 жылдағы солай болмай ма? Ал енді мына мен амандық 80 жылдығына бардым, 100 жылдығына бардым. Міне бүгін 125 жылдығында сіздердің араларыңызда отырмын. Осындай ғұлама ғалым болу кез келген адамға нәсіп ете бермейді. Сондықтан Әуезовті оқыңдар, үйреніңдер, Әуезов болуға талпыныңдар айналайын. Сондықтан мен Әуезов Абай және Орта Азия әдебиеті деген монографиямды мына кімнің Абайдың 120 жылдығына, 170 жылдығына шығарған кітабымды соны Дария қызым Пердеш қызына тапсырып рұқсат етіңіздер. Қанжығамызға неше түрлі монографиялар келіп түсіп жатыр. Шүкіршілік деп айтайын. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, енді Мұхтар Омарханұлының арғы атасы Бердіқожа Қаратау бөктерінде Созақ Шаян өңірінде мекен еткен екен. Бұл туралы ұлы жазушы өзінің еңбегінде былай деп жазады. Өз жайымнан мағлұмат атты мемориалдық естелігі бар ғой, сондағы. Мен 1897 жылы сентябрьдің 15-інде туылыппын. Туған жерім Семей уезіне қараған Тобықты іші, Шыңғыс болысында. Менің аталарым Қожа, алғашқы шыққан жерлері Қаратау деуші еді. Үлкен әкемнің үйінде сақталған қожалар шежіресінен бала кезімде бір көргенімде біздің қожалардың арғы атасы Бақсайыс дейді. Біздің қолымызда дәл осы секілді заңға жазушының арғы аталары Түркістан өңірлерінде екенін дәлелдейтін біраз құжаттарымыз бар. Сондықтан да осы құжаттың төңірегінде бүгін әңгіме қозғалсын деп, мен жаңағы айтқан Мұхтар Әуезов атындағы біздің Мұхтартану ғылыми зерттеу орталығының жаңағы белді ғалымы деп айтқым келіп отыр. Сол Ақжол Батырұлына сөз бергім келіп отыр. Бұл кезеңге Әуезовтың оңтүстікке сапары өзінде. Құрметті конференция қатысушылар, құрметті төраға Әуезовтың бүгін оңтүстік өңіріндегі білім мен ғылым мәдениеттің қарашығындағы оңтүстік Қазақстан университетінде өткен жиын болды. Өте маңызды жиын. Енді жаңағы уақытты өзі үшін бірден тақырып өтейін. Тақырып жаңа айтқандай Әуезовтің оңтүстікке сапары бұл тек қана баяндаманың тақырыбы емес. Осы дәл осы тақырыпта өткен болғандай ғылыми басылымда 25 баспа табақты кітап шығарып отырмыз. Енді осы оңтүстікке сапары туралы оның мәнісі туралы кішкене баяндай кетеміз. Оңтүстік сапары дегенде бұл жаңа қандай сапар? Әуезов өзінің өмірінің аяғында, яғни 1950-1960 жылдар аралығында осы оңтүстікке 5 рет келген екен. 5 рет бесеуінде ғылыми шығармашылық сапар болған. Жай келіп кету емес, бір келгендерінде 1-2 аптаның жүзінде болса, бір келгендерінде 2-3 айдай болған. Яғни негізгі мақсаты оқушының енді оқушының бүкіл өмірі жаңағы тарихи тақырыптарға арналған ғой. Әуезов мысалы Абай жолын жазып оқушының 20 жыл уақыты кетті. 20 жыл дегенде жазып болған. Сондықтан да одан кейін көп оқушының жаңа айтқандай көп сыналған кезде оқушының көп сынның негізгі материалы мынандай болған. Бұл Әуезов тек қана ескіні жазады, тарихты жазады, мына жаңа заманды көрмейді деген сияқты сондай айыптаулар болады. Бәлкім содан кейін осыны жоққа шығару үшін сол 50 жылдардың аяғында енді бір Абай жолынан қолын қосылғаннан кейін жаңа заманға лайықты осы заманда қазір жаңа қоғамдар бар 20 ғасырда қандай болған өзгеріс бар, қандай жақсылық бар, қандай жетістік бар деген оймен соны көрген тілмен, көрген платформаға жеткізу үшін сондай шығарма жазбақшы болып жоспарлаған. Өзі басында мысалы Абай жолын 7 том жазады деп жоспарлаған болса, соның 3 томын жазамай кетті ғой, 4 томын жазды. Дәл сол сияқты жаңа заманда 5-6 томды шығарма жазбақшы болған. Сөйтіп, соны жазу үшін жазатын жаңағы нысана объект ретінде осы оңтүстік Қазақстанды таңдаған. Сол мақсатта келген енді оқысын. Сөйтіп, күндіз түні келген кезде бір сәт оқысын бос отырмаған, сөйтіп материал жинаған. Яғни осы
келген кезінде біз жаңағы естеліктерді зерттедік, жинадық. Біз ойлағаннан да көп шықты, ұшы-қиыры жоқ естеліктер бар екен. Әуезов сол 3 жылда жүрген кезде осы оңтүстік Қазақстанның әуезовтың табаны келмеген жер қалмаған. Жетісай ма, Қазығұрт па, Сарыағаш па, Шаян ба, Созақ па, барлық жер түгел аралаған, жер жағдайын географиялық зерттеулер жасаған, одан кейін экономиканы зерттеген, өндірісті зерттеген, партия қоғам қайраткерлері қаншама адамдар жанында болған, қанша кездесулер болған, солардың бәрі кейін естелік жазған. Ол естеліктер осы күнге шейін жазылуда, осы күнге шейін жалғасуда. соның ішінде мысалға ең үлкендер мысалға Әділбай Омаров ағамыз сол кезде оңтүстік Қазақстанның бас редакторы болған, сол кісінің мысалға естеліктері жаңа Асламан деген атпен шыққан. Ол кісі бір келгенде, Мұхтар Омарханов келгенде 30 күн бойы күндіз-түн жанында жүреді. Сол 30 күн бойы күнделік жүргізеді. Әр минутын, әр сағатын әуезовтың жаңағы жүріс-тұрысы, сөз саптасы, өзінің азамат ретінде қалай ұстау деген сияқты психологиялық талдаулар жасаған жаңағы естеліктер өте құнды естеліктер қалдырған. Осы естеліктің ең бір шұрайлы жерлерін біз мына кітапқа кіргіздік. Одан кейін Амантор Мұсаев ағамыз Мұхтар Мұхит деген кітап жазған, Әділхан Шыдырхан деген ағамыз Дала мен Дана деген кітаптар жазған, Еркінбек Тұрысов ағамыз ол кісінің жанында секретар болып хатшы ретінде бекіткен. Ол кісі осыдан біраз бұрын 90 жастан асып барып дүниеден өтіп кетті, өкінішке орай. Міне осындай кісілер және де басқа көптеген адамдардың естеліктерін біз жинап, сұрыптап, талдау жасап осынеге бердік. Одан кейін жаңағы Далия Перешев айтып кеткендей, әуезовтің оңтүстікпен байланысы өте тығыз. Біз бұрын бұны білгенбіз, немесе онша мән бермегенбіз. Мысалға, әуезовтің 4-ші атасы Бердіқожа. Бердіқожаны өзі солай айтады зерттеушілер, соның ішінде әуезовтің өзі де айтады. Бердіқожан осы ол кісілер жаңағы Созақтың төңірегінде өмір сүрген, Созақ және Шаян төңірегінде өмір сүрген әуезов әулеті. Соны жаңағы Құнанбай бір деректерде Құнанбай шақыртып Семейге алдырған. Себебі бір деректерде Найман Ақтайлақ би шақыртқан дейді, бір деректерде Абайдың атасы Кеңгірбай шақыртқан деген деректер бар. Бірақ әрқайсының өзінің шындығы бар. Енді бұл жерде айтып кететін мәселе не үшін шақыртқан, бір әулетті не үшін сонау оңтүстіктен сонау шығысқа көшіруге кеткен. Онда бір мақсат, енді қожалар жаңағы әуезов қожалар әулеті білесіздер. Қожалардың енді Октябрь революциясында үзіліп қалды. Ол әулеттің бір функциясы болған дінді тарату. Яғни дін деген сөз ол кітап, ол жазу, ол ғылым. Міне өте сауатты болған, олардың негізгі функциясы осы жаңағы насихаттаумен айналысқан. Сондықтан да осы нәрсені Семей жерінде соны дамыту үшін Құнанбай жан-жақтан болған, сөйтіп әуезовтің атасы Бердіқожаны содан кейін көшіріп алған деген дерек бар. Бұл енді негізінде шындыққа келетін нәрсе. Соның нәтижесінде Семейде Абайдың елінде үлкен орталық пайда болды, ғылыми орталық пайда болды. Сол мектептен болашақта Абай деген данышпан өсіп шықты, Мұхтар деген данышпандар соның арқасында өсіп шыққан. соның бәрі Құнанбайдың алыста ол жаңа әрекеттен туындап жатқан нәрселер. Өйткені өмірде кездейсоқ ештеңе болмайды. Сондықтан да енді осы шежіреге байланысты өте жаңалықтар көп. Белгілі шығыстанушы Әшірбек Муминов деген ағамыз әуезовтің шежіресін толықтай зерттеген тұтас бір кітап жазды. Ол жаңа араб деректеріне қарап тың мәліметтер берген. Ол кітап бізде Мұхтартануда бар, біз оны жұмыс жасап жатырмыз. Сол жерде де өте құнды мәліметтер берген. Одан кейін Саттар деген бір ағамыз ол кісі қазақ тілінде жазып шықты, әуезовтің шежіресіне арнаған. Осы жерде жаңағы оны бір деректерде жаңағы әуезовтің шежіресін тізбегін жаңағы Қожа Ахмет Яссауиге апарып тұрайды. Түркияда бір жерлерде жаңағы атақты жаңағы исламдағы 4 халифа Әзірет Әлиге барып тірейді. Енді бұл мәліметтер әрине сын көзбен қарау керек. Бұлардың бәрі әлі де зерттелетін нәрселер. Міне осындай қызықты деректер жаңағы түрлі мәліметтермен келтіріп кетеді. Екінші енді бұл оңтүстік өңірінде жаңағы біз жинаған естеліктер тек жаңағындай үлкен тұлғалар емес, сол кезде студенттер, мысалы Петнеште кездесу болған, сол жердегі 20 жасар студенттердің өзі қазір 70-тен 80-нен асқан тұлғалар, әуезовті көз көрген сол кісілер қазір бар, солардың естеліктері бар, өте қызықты құнды деректер бар. Соның ішінде сол кезде әуезовпен кездескен шәкірттің біреуі Мұхтар Шаханов болған мысалға. Мұхтар Шаханов сол жерде өлең оқыған, сол кісінің жаңағы әуезов өзінің кітабына Мұхтар Шахановтан іздеп қолтаңба қалдырып сыйлаған екен. Бала Мұхтарға, Дана Мұхтардан деп. Сол батасы қабыл болып, Мұхтар Шаханов білесіздер, енді әлемдік деңгейдегі ақын философ жазушыға айналған белгілі. Екінші, енді оңтүстік өңір дегенде біз тек Шымкент төңірегін, Түркістан төңірегін ойламауымыз керек. Ол
бұл жаңағы қалдырған айтып кеткендей, оңтүстік өңірі деген кезде бұл Ташкентте кіреді. Ташкентті де бөліп ала алмаймыз. Кезінде Мұхтар Қамышев профессор Келімбек Сыздықов айтып кеткені бар. Әуезовтің оңтүстікке қатысын зерттегенде біз Ташкентті тастай алмаймыз. Ташкенттен жаңағы бастауымыз керек деп. Сол айтқандай Әуезовтің Ташкентпен тығыз байланыстыратын мәліметтерді біз осы кітапта жақсы мәліметтер келтірдік. Әуезовті Ташкентпен қалай байланысады? Оның алғаш рет Тарбағатай келген кезі 1922 жылы ол кісі жаңағы үкіметтің мүшесі қызмет етіп жүрген 19-20 жылдар Орынборда, кейін саясаттың құбылуына байланысты ол кісі түсінген саясатта жол болмайтындығын, кеңестік империяның саясатын мүлде басқаша, сөз жүзінде басқа болған, іс жүзінде басқа екенін түсініп, ол жұмысты тастап, партиядан шығып Ташкентке оқуға кеткен. Ташкентке неге Ташкентке оқуға кеткен? Өйткені Ташкентте сол кезде бүкіл Орта Азияда жалғыз университет Сарбу деген Средняя Азиатская государственный университет бар еді, Орта Азияда басқа университет жоқ еді. Сондықтан сол жерге түседі, бір жылдан кейін ол жерде бір жылдан оқиды, сөйтіп келесі жылдарына бір ғылыми жиында Әуезов баяндама жасап, сол кездегі Түркістан Республикасының басында жүрген Тұрар Рысқұлов сияқты қайраткерлердің көзіне түседі. Тұрар Рысқұлов мына жас жігіттің болашағы бұған жәрдем беру деген сондай идеямен келесі жылы Ленинград университетіне жолдама беріп университетке түсіп кеткен. Ал енді сол Ленинградқа кеткеннен кейін 28 жылы Ленинград университетін бітіргеннен кейін Әуезов қайтадан Ташкентке оралады. Енді Ташкентке оралған кезде жаңағы Сарбудың аспирантурасына оқып түседі. Аспирантурада сол жерде ол қазіргідей 3 жыл болған, өкінішке орай соның 2 жылын оқып, 3-ші жылын бітіре алмай, сол 30 жыл Ташкентте тұтқындалған. Әуезов Ташкентте тұтқындалады. Сөйтіп сол жерде көптеген жаңағы істер бітірген. Мысалға, Әуезов барған жерде 3-4 тарапта жұмыс жасайды. Мысалға, бір журналист ретінде жұмыс жасайды. Атақты Шолпан деген журнал бар. Мына жерде жаңағы көрсетілген Шолпан журналында қазіргі Шолпан журналында қазір оның трансляциясы жасалған, кітап болып шыққан, біз қазір қарап отырған кезде біз қараймыз. Бұл журнал, мысалы қазір әлемдік деңгейдегі журнал. Өзі бір-ақ жыл шыққан. Бұндай журналдар, бұндай деңгейдегі журналдар, мен айтарым, қазір біздің қазір заманда жоқ. Ал енді олай болады, себебі ол журналдың журналистері кім болған? Мұхтар Әуезов болған, Бақытжан Жұмабаев болған, Халел Досмағамбетов болған, бас редактор Иса Тоқтыбаев деген кісілер болған. Енді бұндай тұлғаларды өздеріңіздер әлемдік деңгейде тұлғалар болғаннан кейін жаңағы журналдар сондай деңгейде болған. Осы жерде Әуезовтің қара суреттері деген бірнеше еңбектері жарияланады. Одан кейін жаңағы Бақытжан Жұмабаевтың ең атақты шығармасы Батыр баян поэмасы бірінші Шолпан журналында жарияланған. Бақытжан мен Әуезов сол Шолпан журналында бірге жұмыс жасаған. Батыр баянды бір дерек Әуезовтің квартирасында тұрған уақытша, Әуезовтің квартирасында жатқан кезде бір аптада жазған екен жаңағы поэма. Бұл әлемдік деңгейдегі тектес поэма. Міне осындай оқиғалар болған. Одан кейін жаңағы тұңғыш рет қазақ әліпбиінің тарихы деген оқулықты осы жерде шығарды. Өкінішке орай ол оқулықта 28 жылы 10.000 дана болып шығып, таратылайын деп тұрған жерінен жаңағы ол кезде ИТО дейді, цензурада бұл советтің саясатына дұрыс келмейтін жерлер бар деп, сондай жала-жол 10.000 дана шығып тұрған кітапты таратпай өрте жіберген. Соның бір данасы кездейсоқ сақталып қалған. Содан кейін сол кітап болып шықты. Ол толыққанды бұл кітап 1991 жылы профессор Бекемдас Мырзахметовтың жаңағы редакторлығына шықты. Оғайсын ол кеңестік дәуірде жарияланған бұл кітап, тыйым салынған кітап. Әуезовтің тыйым салынған бұндай шығармалар көп. Яғни өзі де сотталмаған, шығармалар да сотталған. Мысалы Хан Кене деген пьесасы қамауда болған, цензурада. Қазақ әліпбиінің тарихы сондай қамауда болған. Неге бұлай деген кезде қазақ әліпбиінің тарихы деген әліпбидің тарихы емес, ол бүкіл қазақ халқының, түрік халқының тарихын қозғап жіберді жерде. Сол кезде таңғалуға болады, Әуезов сол кезде Ленинградта студент болып жүрген кезде жазған. Осы студент болып жүрген адамның интеллектуалдық деңгейінің соншалықты биік, терең екендігіне адам таңғалмасқа шара жоқ. Сондай кітапты қалай жазған жоқ. Сондықтан да осындай Ташкентпен байланысатын нәрселер өте көп, және де басқа да материалдар бар. Ташкентке қатысты Әуезовтің хаттары бар деп айтып жатыр, бірақ ол қазірге қолға түспей жатыр, оны алу қиын болып тұр. Міне қысқаша айтқан кезде осы сапарға қатысты біз бар ең өзекті мәселелерді жинап, фотосуреттер, құжаттар, архив материалдары, естеліктер, одан кейін өзіміздің тарапымыздан жазған бірнеше ғылыми мақалалар топтастырылған. Сондықтан да Құда қаласа қолдарына жетіп жатса, оқысаңызда көп пайдалы нәрселер алуға болады деп ойлаймын. Мектептерде, колледждерде, университеттерде бұл кітаптың беретіні көп деп ойлаймыз. Сондықтан да бәріміз де мынау оңтүстік жұртшылығын осы кітаптың шығуымен, тұңғыш рет осындай тақырыптың көтеріліп шығуымен сіздерді құттықтаймын. Бәріңізге табыс тілеймін. Аманшылықта ойлаймыз енді ары қарата жол жалғаса береді деп ойлаймыз.
Сондықтан да енді екі баяндама қалып отыр. Жаңа бір жақсы сөздер айттыңыздар, Әуезов және жастар деп. Сондықтан да бізде бүгін осы Мұхтар Әуезов туындылары қазақ жастарының мәңгілік мұрасы деп баяндамашы Раушан Омарханқызы Жиренова, Шымкент қалалық дарын орталығының директоры, сөзді сізге берсек деп ойлап жатырмыз. Қайырлы күн, құрметті Дарья Белешқызы, құрметті конференция қатысушылары. Әрине, бүгінгі конференцияның маңыздылығы өте терең, өте маңызды, өте керемет. Сондықтан бізге дәстүрлі жыл сайын болатын жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиада өтуде қазір болып жатыр. Соған қарамастан біз осы конференцияға қатысайық. Сондықтан өзіміздің білім басқармасы, бүткіл Шымкент қаласының оқушыларының атынан Дарья Белешқызы сізге алғысымызды білдіреміз. Себебі дарын орталықтың барлық жұмыстарында осы Әуезов университетінің ғалым эксперттері үнемі атсалысып, бізге көмектесіп, мен ойлаймын, ол өте дұрыс бағыт, себебі жастар біздің жарқын болашағымыз. Ал жастарды тәрбиелеу, жастарға өнеге болу, үлгі болу, ол әрине ғалым үлкен осы университеттің рөлі. Осы университеттің рөлі ол бағытта өте маңызды. Сол үшін үнемі біз осы Әуезов университетпен бірге барлық шараларымызды өткіземіз. Ал бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, әрине баяндаманы жазып келдім, оны қысқаша мазмұнын айтып кетейін, уақыттарымызды тиімді пайдалану мақсатында. Әрине біз дарын орталық ретінде айтатын бір үлкен ұсынысымыз бар, Дарья Белешқызы, оны сіздер министрлікке жеткізеді, соны іске асырады деп сенімдеміз. Осы былтыр біз дарын орталық ашылғалы түрлі зияткерлік сайыстар өткіземіз жастарға, оқушыларға. Енді біздің үлкен бір қамалы кезеңде Әуезов таныған, әлем таныған Әуезов керемет сайысымыз өтті. Бүткіл Шымкент қаламыздың жастар мектептері қатысты, өте қарқынды қатысты. Сол қалалық кезеңді осы әлем таныған Әуезов тақырыбындағы үлкен сайысты 514-ші бұйрыққа енгізіп, министрліктің жыл сайын республикада көлемінде өткізуге ұсыныс береміз. Себебі бүгін айтып жатырсыздар, Шымкент қаламызбен, оңтүстік өңірмен Әуезовтың аты өте тығыз байланысты. Себебі Әуезов университетінің өзі тарихқа сүйенсек, өте бір үлкен үлес қосқан, соның атымен беріліп отыр университет. Сондықтан мен ойлаймын, осы конкурс бізде өткізуді бұйрыққа енгізіп, ол өте заңды нәрсе. Біз жыл сайын дәстүрлі үлкен дәрежеде ол конкурсты өткіземіз, әрине бірлесіп осы Әуезов университетпен бірге. Сондықтан жалпы айтып кеткенде, әрине Әуезовтың туындылары, Әуезовтың шығармалары жастарымызға үлкен, мен ойлаймын, болашақта өздеріне үнемі зерттейтін, үнемі оны ізденісте тұратын үлкен дүниелер көп. Мен өзім қолданбалы математика бітірген кандидат наука дегенмен де осы баяндамаға дайындау барысында Әуезовтың қандай керемет дүниелері бар екен, терең, өте бір, айтамыз ғой, бесконечно его можно изучать, уважаемые коллеги. И вот мы наших детей призываем к этому. Әрине оқушыларымыз осыған белсенді, бүгін конференцияның өзі қандай жоғары деңгейде өтуде, қандай керемет баяндамалар жасалып, осының барлығы бізге ой тастайды, осының барлығы жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Жаңа Қазақстанда әрине білімді, өте бір патриот жастарымыздың болашағы. Осы жаңа Қазақстанды жасайтын сондай жастар. Оған олай болса біз өзіміздің жоспарлы жұмыстарымызда осыған бағытталған жұмыстарды жасап, өзіміз үнемі жастарға бағдар беріп, көрсетіп, үлгі болып, конференцияға тағы да жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті әріптестер, енді біздің әріптестеріміз осы келі Тараз жерінен келіп отыр екен. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінен сөз баяндамашы
Исабекова Гүлнұр Болатбекқызына беріледі. PhD докторы, әлем тілдері кафедрасының профессоры қауымдастырылған тақырыптың аты Әуезов мұраларындағы гуманистік идеяның сипаты. Зиялы қауым, әрине бүгін біз өте құнды деректермен өзімізді байытып, қаншама әуезов танушылардың еңбектеріне, ол кісілердің қосқан үлестеріне, қаншама еңбектер мен монографияларына қазір көз жүгіртіп отырмыз. Солардың барлығына тарихи бұл бір көрініс ретінде қалыптасып отыр. Әрине мен де баяндамамды айтып келдім, бірақ уақытты үнемдеу үшін бұл жерде гуманистік ойларын айту кезінде біздің дайындағанымыз және де өзіміздің осы гранттық қаржыландыру жобасы бар. Дариға Пернешеваны өзіңіз білесіз, өзіңіз жетекшісіз. Сол жерде де осы Мұхтар Әуезовтың, яғни ұлтқа бөлмей, теңдікке, бірлікке, яғни осындай құндылықтарды, адамгершілікке, қарапайымдылыққа деген құндылықтардың негізін салушы ретінде біз де сол өзіміздің жобамызда сол кісінің бір көрінісі ретінде ғылыми зерттеулер жұмыстарын жасап жатырмыз. Тағы да айта кететін нәрсе, әрине, бұл жерде біздің өзіміз айтып кететін болсақ, осы Тараз өңірлік университетінде әуезов тану барысында бізде де біраз ғалымдар жұмыс жасайды. Солардың еңбектері бар, қазақ тілі мен әдебиет кафедрасында жүргізіледі, PhD докторанттары да бар, қорғалып жатқан дейміз. Және де әрине өте қуаныштымын, осындай конференцияға шақыртып баяндама бергендеріңізге баяндаманы қалдырып Дариға Пернешеваны ары қарай жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Сізбен қараған бізге де жеңіл болып жатыр. Рахмет. Құрметті әріптестер, енді сөзді біз жаңа айтып өттік, әуезовтің әртүрлі қыры деп. Соның ішіндегі бір құнды деп есептеймін. Қазақстан Республикасы Суретшілер және кинематографистер одағының мүшесі Ходжикова Сәуле Құлахметқызы, ол кісі онлайнда тема доклада о произведениях Мухтара Әуезова в киноискусстве Құлахмета Ходжикова. Пожалуйста, слово вам предоставляется. Можно начинать, да? Меня слышно, да? Да, вас слышно. Первые участники конференции. Значит, моя тема моего сообщения о произведениях Мухтара Әуезова в киноискусстве. Но прежде чем говорить об этом, я бы хотела рассказать о работе Құлахмета Ходжикова, моего отца, с Мухтаром Махамовичем в театре. Вот, вы знаете, наша семья, это семья художников, у них здесь 4 брата, Хаджи-Ахмед, Нурахмед, первый художник изобразительного искусства Казахстана, Нурахмед и Султан Ахмед, автор известного фильма «Тажибе». Их мать также была участником стояла в истоках театрального искусства, также художник, театральный художник. Отец известный просветитель, учитель, автор первого главя, член Татарской автономии, так сказать, жизнь моего отца, жизнь деятельность его протекала, часто были встречи с Мухтаром Абаховичем Әуезовым, а также любовь их объединяла работу в театре. Мое сообщение, оно основывается на воспоминаниях отца, который он написал о работе с Мухтаром Абаховичем. Я просто буду зачитывать его воспоминания, я считаю, это очень интересное воспоминание, много интересных фактов описал. Два с лишним года, которые я провел в театре, навсегда запечатлелись у меня как художника, посвятившегося декоративному искусству. С этого периода начинается мое пространство изучения народного искусства казахов. Постепенно я прихожу к убеждению, что господствующее тогда течение кубизм и модернизм в 30-х годах на сцене нашего театра, которые приносили из Москвы приглашенные художники, режиссеры, не уживались из скоропостижных жанров, как изжившие сезонные моды. Естественно, наш репертуар строился на национальном репертуаре. И наши авторы стремились, Мухтар Амаханович, он стремился, как говорится, ставить вычатом шахмат отношений. И в этих случаях мы часто обращались к Құлахмету, как не испортившемуся
новыми течениями. Я по мере своих сил старался оправдать доверие коллектива. В это время я сделал 3-4 спектакля, в процессе которого я рос и полюбил этот коллектив, состоявшийся из таких замечательных артистов, Том Швайк, Олег Коженков, Сергей Мусакова, и Мусаку, Жильбай, Жандарбек, Кумарбек, Весников, Олег Ильяш, Шахер. К этому периоду относится мое близкое знакомство с Мухтаром Махановичем, пьесы которого как раз составляли основной репертуар нашего театра. Мне пришлось работать над двумя его пьесами. Это «Янлик Кибет» и «Апай». До этого я оформил еще 2 пьесы под названием «Ханкини» и «Зайця». Это было в 34 годах до моего отъезда в Ленинград. Но они мне только запомнились, но я считаю, что «Зайця» мне казалось наиболее успешной оформленная пьеса. Мухтар Амаканович в ту пору заведовал литературной частью театра. Он целиком с душой крепко связан с нашим коллективом. Я не помню ни одного дня или вечера, чтобы он не посещал театр. Он делал все, чтобы театр стал лучше во всех отношениях. Более того, он имел притягивать на работу театра таких товарищей, своих товарищей Кадыров, таких известных писателей, как Сюфунович, Майлер, Джасугур, Мукамов, Бусред. Как-то особенно он заботился о том, чтобы на спектакле ходили крупные деятели нашей территории, профессора, врачи, историки. Так как мы без них не всегда ходили в театр, и как-то несколько времени являлись нашими спектаклями. Сейчас, вспоминая Мухтара Махановича, я невольно задаю себе такой вопрос. Был бы наш театр каким... Извините, я сейчас не помню. Показать как слайды. Был бы наш театр каким если бы не было присутствия в нем Мухтара Махановича. И он не только заботился о том, что о спектакле красивых, он также заботился о том, чтобы артисты были грамотными и произносили тексты свои правильно. За кулисами в кабинете директора, когда собирались актеры после премьеры или репетиции спектакля, неизменно каждый раз было обсуждение с каждого спектакля сыгранного. И первое слово принадлежал Маханову, так мы его называли. Он обстоятельно, подробно все анализировал, не упускал малейших деталей и четко. Сәуле Құлақметқызына желаем здоровья, творческих успехов, жақсы құрметті әріптестер, бүгін енді уақытқа да қарап отырмыз. 3 минуттан кейін біз жұмысымызды аяқтауға тиістіміз, регламентке сәйкес келе жатырмыз. Бір ғана нәрсе айтып өткім келеді. Бұл конференция 2 күнге арналған. Бүгін пленарлық, қазір түстен кейін әр бағыт бойынша жүргізіледі. Және ертең конференцияның аясында мен кеңеске кетермін. Немесе Мұхтар Әуезовтің Абай ұрпақтарына ықпалы тақырыбында дөңгелек үстел офлайн форматта Диар Қонаевтың қатысуымен жүргізіледі. Ол кісі қазір бірнеше жақсы құнды жәдігерлерді алып келіп, ертең осындай ашық сұхбат болатындығын хабарлап отырғым келіп жатыр. Енді әріптестер, зиялы қауым, бүгін біздің конференциямызға шыдамдылық танытып, осында отырып, ой бөлісіп, мынау ғылыми ұстанымдарыңызды білдіріп, көзқарастарыңызды білдіріп, шаршаса да жастар да бізбен бірге отыр. Мен үлкен алғысымды барлықтарыңызға білдіргім келіп отыр. Осы мықтап осы бүгінгі конференция өзіміздің ойымызда қалсын деп, мына біздің театр және эстрадалық шығармашылық кафедрасының мұғалімі Ақылбек Ерланға кішкене ғана жаңағы көңіл аударсаңыздар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Шарасыз алдыңа түсті ұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп еңбек отыр.
би болған бас-басқа өкей қиқым қашап жатқан жоқ па елдің сыйқын. Өзімді ел болады дей алмаймын, өз қолымнан кетсе керек. Енді өзіртім. Дәлі кетпес бұзылмас тәтті бар ма? Бір бесінің орны жоқ қатты қарға. Қай қызығы татиды қу жалғанның татударас жақында жаттыларға. Кеше балайым, келдің ғой талай жасқа. Өз жетті, бір қалыпта тұра алмасына. Адамды сүй, Алланы хикметті сез, немізік бар өмірде одан басқа. Шыңырауға зәмзәмдап, шарадақ жайдап су артып күн көргенге малған. Итте, құста, адам да бір құдайды кездесі. Жайдақ суша жалданып, құдайға құлшылық етудің жоқылар сірі теңдесі. Ескі заманда қазақ залалсыз қой сияқты еліп, шәйт десеңіз, жусайтын, әйт десеңіз, өлетін, адыраңдаған алысында осындай елдің керек. Ертің келе қазақ түйе тәрізді ел, шөк десеңіз аңырап тартыншақтай беретін. Қасыраңдаған қалысқан мұндай ел шелмелі шел болды. Қазақ ақырансыз, табындай жылқы мінезді, ыстық суығына түйесің, тебінде баққар көк мұзда теріскеге аққан шағында үде шығалсаң иесің. Иесіз кетсе, бетімен бұлғазап, кісі танымасқа айналар, жүгі жеңіл болса жата қатсып, жүгі ауыр болса жүрпексіп, көк аспанын қайғалар. Ал орысшылсың дегеніңе, жаратылысынан ұлы орыс, қолына қуат жолында оларға дөне білімді халық,